Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша номер 20 жалпы білім беретін мектеп жаңарту полисі номинациясы. Жобаның авторы Ақмұрат Мереке Қалдыбекқызы, 7-ші В сынып оқушысы. Жетекші Кенжегулов Манас Ибайдуллович, тарих пәнінің мұғалімі. Тақырып: қазақтың ұлттық аспабы жетіген. Мақсаты: ұлттық құндылықтарды дәріптей отырып, халқымыздың ата-бабадан мирас болған мол мұраны заман талабына сай жаңғыртуды насихаттау. Күтілетін нәтиже: жас ұрпаққа осы заман талабына сай өзгертіп келген жетіген аспабын қалай тартуды, бұрынғы мен қазіргі ұлттық аспаптарды салыстыру, саз өнерін дәріптеу. Қазақ жастары арасында жетіген аспабын тартушылардың санын көбейту. Әлеуметтік тиімділігін айтатын болсам, Қасым-Жомарт Тоқаев: ұлттық құндылықтарды дәріптейтін кәсіпкерлерді қолдау қажетпіз. Шын мәнінде қазақтың мәдениеті сан түрлі саланы қамтиды. Халқымыздың ата-бабадан қалған мол мұрасы бар. Оны заман талабына сай жаңғыртып, жүзіне насихаттау керекпіз дейді. Мемлекеттік басшысы атап өткенде ұлттық құндылықты, ұлттық рухты дәріптеуіміз керек. Саз өлмейді. Саз мәңгілік демекші, ұлттық ән мен әуен мәңгілік жасамақ. Біз 21 ғасырда өзге ұлттарға, ағымдарға еріп кетпеу үшін болмысыз қазақ қылып сақтайтын ол ұлттық дәстүріміз. Жұмыс барысында Мұрат Өскенбаев атындағы музыка және саз мектебіндегі сыныпқа бардым. Қазақ тілі мен әдебиет және тарих пәні мұғалімдерінен маңызды мағлұматтар алдым. Кітапханадан мағлұматтар оқыдым. Ғаламтордан көптеген әуезді әндер тыңдап, бойыма сіңірдім. Жетіген аспабы үйірмесі жетекшілерімен сұхбаттастым. Қорытындыға келетін болсақ, жетіген аспабы қазақтың домбырасы секілді маңызды мұраларының бірі. Жаны нәзік жанды қыздардың басым бөлігі осы аспапты үйренгісі келеді. Өйткені дауысы мен сазы қыз қылығына сай келеді. Ұсыныс: қазақтың әрбір мектебінде домбыра секілді жетігенде насихатталу керек деп білемін. Жетіген аспабы газет-журналдарда дәріптейтін көбірек мағлұмат жазылса, телеарналар мен радиолардан жетігенмен орындалатын әуендерді жиі тыңдатса деген үлкен өтінішім бар.